Нанға қамыр үшін бізге керек заттар: 300 грамм су, жылы су болу керек, 50 грамм сұйық май керек, 20 грамм тұз керек, 10 грамм дрожж керек және 600 грамм ұн керек. Алдын ала електен өткізіліп алынған ұн, обязательно електен өткізілу керек ұн. Жылы суымызды құйып, сұйық майымызды құйып, негізі сұйық май обязательно құйылу керек, өйткені нанның қамырдың жұмсақ болуы осы сұйық майға байланысты. Дрожжымды салып, жақсылап араластырамын. Біртіндеп ұнымды салам. Қамыр неғұрлым жұмсақ иленсе, соғұрлым жақсы көтерілетін болады қамыр ашыған кезде. Бірінші қасықтың көмегімен осылай қозғап алам. Кейін қолмен жақсылап қамырды илейміз. Нанымыздың қамыры ашыды. Енді бұны қайырам қазір. Жақсылап қайыру керек. Негізі қамырдың жақсы ашуының, көтерілуінің, нанның көтерілуінің секреті осы нанды қайырғанында. Мен 2 рет қайырам. 2 рет қайырғаннан кейін пышный болып көтерілетін болады. 15 минуттан кейін нанымды 2-ші рет қайырам тағы да. Осылай. Сонда нанымыз әдемі көтерілетін болады. Әшейін қара суға, сүтте жоқ, жұмыртқада жоқ, қара суға иленген нан осындай әдемі болып көтеріледі. Мен үй жағдайында лепешканы осы әдіспен илеймін қамырын. Лепешканың толық рецепті YouTube каналымда бар. Қазір телеграммен көрсетіп қоямын. Қамырымыз тек қайтара қайырғаннан кейін осындай әдемі болып көтеріледі. Енді қамырымызды тысынан түсіріп алсақ, сөйтіп лепешка ретінде, басқа нанның формалар ретінде дайындауға болады.